Армысыз YouTube көрермен. Сіздерді өзімнің денсаулық байлық каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бұл канал басында адамдарға пайдалы ақпараттар тарату мақсатында ашылған. Сіздерге ескерте кететін жайт, егер денсаулықтарыңызда қандай да бір кінәрат болса, егер де бір жерлеріңіз ауырып жүрсе, дер кезінде дәрігерге қаралып, ем қабылдаған жөн. Негізінде денсаулық бұл әр адамның өзінің міндетті жауапкершілігі. Себебі біз денсаулықты ауырмай тұрғанда емес, ауырып болғаннан кейін, ауру пайда болғаннан кейін оның емін іздеуге тырысып жатамыз. Шығыс медицинасын алып қарайтын болсаңыздар, ол жақта көбіне ауырмай тұрып, аурудың алдын алу, яғни біздің қазақ ата-бабамыз да айтып кеткен. Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде деген. Қазір сол заманның келген кезі. Ауырмай тұрып ем іздеген өте дұрыс. Бірақ қазіргі мен айтатын тақырып, бұл қандай да бір дәрі алып, не болмаса осындай дәрі осылай көмектеседі деп емес, қарапайым техниканы ұсынбақшымын, яғни метод. Оны кез келген адам орындап, жасап көре алады. Қазіргі көп жағдайда бізді мазалап жатқан бұл давление деп атамыз, яғни қан қысымы, жоғары қысымды давление. Бірақ қазіргі мен көрсететін методика, оны кез келген жастағы адам қолдана алады. Кішкентай баладан бастап, үлкен қария кісілерге дейін. Бір негізде айта кеткім кеп тұрғаны, давлениенің пайда болуына бірнеше факторлар әсер етеді. Оның ең біріншісі факторы бұл біздің қан тамырларымыздың бітеліп қалуы. Дұрыс тамақтанбағаннан, майлы тамақ жегеннен, холестериннің қан тамырларға отырып қалғанынан, сонымен қатар стресстік жағдайларды бергеннен көп адамдарда давление көтеріліп кетіп жатады. Нормада барлық адам білет, бұл давление 120-80, бұл сау адамның организмдегі қан айналысының көрсеткіші 120-80. Бірақ көп жағдайда біреулерде төмен давление, не болмаса үлкен жоғары давление көрсеткіші көрсетеді. Жоғары давление қарт кісілерде, не болмаса 40-50-ден асқан адамдарда өте жиі кездеседі. Олардың қалыпты давлениялары 140-90, сондаймен олар жүріп үйреніп қалған. Себебі организмдарын сол давление қысымына үйретіп қойған. Сосын кейін біз не істейміз? Ол қандай да бір ауру пайда болса, оның түп тамырын іздеуге тырыспаймыз. Біз оның тек себеп салдарын жоюға тырысамыз. Мысалға давление көтерілді ма, біз тек оған давление түсіретін дәрілерді ішіп қана түсіріп қоямыз, болды. Бірақ оның давление не себепті көтеріліп тұрған себеп салдарын іздеуге тырыспаймыз. Көп адамдар тек последствия дейді ғой, салдарымен ғана күреседі. Бірақ түп тамыр неден пайда болып жатыр ол ауру? Бұл тек давлениеге қатысты емес, кез келген ауруға байланысты, кез келген сізді мазалап жүрген жайсыз жағдайларға байланысты. Организм ол ақылды система. Ол сізге бірінші сигнал береді. Осы сигналдарды адамдар улавливать дейді орысша, қазақша сигналдарды байқап, дер кезінде байқап үлгеру керек. Давлениеңіз көтерілді ма? Демек, сіздің организміңізде қандай да бір сбой болып жатыр, яғни сол сбойды қара, мына организмде мына жерді жөндеу керек деген сияқты не істейді? Ағзаңыз сізге сигнал береді, ол давлениеңіз көтеріледі. Енді қараңыз, бұл жерде дәрі ішіп давлениені түсіру мақсатында айтылып тұрған жоқ. Мен қарапайым сіздерге көрсететін жаңа техника деп айтамыз ғой. Бұл адам денсаулығына қажетті, кез келген адам денсаулығына қажетті деп. Енді мен сіздерге көрсететін методика көп ұзатпай-ақ, қараңыздар. Қолды былай аласыздар. Мүмкін көп адамдар білетін шығар, білмегендеріңізге болса, осы нәрсені пайдаланып көріңіздер. Бұл жерде, бұл видеода мен сіздерге екі түрлі техниканы көрсетем. Соның біріншісі, қолды былай алып, бәріңіз білесіздер, мына жерлерде бізде миға келетін тамырлар бар, күре тамырлар, үлкен тамырлар. Осы қолды былай алып, бірінші 5-ақ минут мына тамырлардың бәрін қыздырып неғып аламыз, жұмсартып аламыз. Мына мойындарда қатып қалған тамырларды жұмсартамыз, қан беріп. Қараңыз. Бұны кез келген адам істей алады. Бұны кішкентай балаға да көрсетсеңіз, осыны істей алады. Сосын кейін бұл міндетті түрде, яғни разминка дейміз ғой. Мына жердегі тамырларды қолмен жұмсартып, кішкене қан жүргізіп алғаннан кейін, мына құлағыңызбен айға, аспанға қарай тартыламыз. Қараңызшы,
Бұлай тартылған кезде мына жердегі тамырлардың барлығы, мына еттердің барлығы ашылады. Ашылғаннан кейін не істейді? Органдарымызға, мына жердегі миымызға қан жүре бастайды. Яғни мына жердегі бітеліп тұрған, не болмаса бітелейін деп тұрған тамырларды сіз осы техниканы жаттығу деп айтайықшы, жаттығуды жасау арқылы күніне 5-ақ минут уақытыңыз кетеді. Осы жаттығуды жасау арқылы миыңызға қанды жақсы бере аласыз. Біріншіден ми оттегімен қамтамасыз етіледі. Сосын кейін мына жердегі бітеліп тұрған тамырларды сіз ашасыз. Сол кезде мынау давление деп жатырмық қой, жаңағы қысым. Тамыр ашылған кезде давлениенің қан айналымысы организмдегі дұрысталады. Осы көрсеткен жаттығуды үнемі күніне 5 уақыт болсын, телевизор қарап отырсаңыз да, не болмаса сотка қарап отырыңыз, қазір мысалға ютубтан қарап отырсаңыз, мына жеріңдеріңізді уқалай отырып, айға тартылып үйреніңіздер. Міне қараңыз. Тағы да қайталап көрсетіп жатырмын. Құлақтың тұсынан жоғары қарай тартылып, екі жақпен де 5 минут жеткілікті. Бұл сізге жаңада айтып өттім, қайталап қажет емес, мидың оттегімен байытылуына, миға қанның дұрыс жүруіне, одан кейін бітелеп тұрған тамырларды оттегімен байытып, оның ашылуына арналған жаттығу, яғни массаждың түрі. Енді екінші бір айта кететіні, ол жаңа бірінші массаждың түрі болса, енді екінші айта кететіні бұл тыныс алу. Көп адамдар дұрыс тыныс алмайды. Мысалға қатты давление көтеріліп кеткен кезде мен көп адамды байқадым, не қылады? Тез одышкамен тыныс алады. Сол кезде адам организм стресске берілмей, былай иығыңызды бәрін тіке қойып отырып, қазір мен сіздерге көрсетем, бұл жерде ешқандай звук ондай шықпайды, бірақ 1 минутта 6 рет тынысты кедергіге түсіріп барып демаласыз. Қараңызшы, қазір мен демаламын. Бұлайынша білінбейді, андай бұлай емес, қате шатаспаңыздар деп емалуда емес, бұны спокойно, тыныштықта отырып, арқаңызды түзу ұстап, қараңыз, мұрынмен демалам. Кеудеммен шығарам, бірақ звуксыз болу керек. Осыны 1 минутта 6 рет қайталаған жағдайда организм қалыпты жағдайға келеді. Жүрек өзінің соғуын сәл болсын бәсеңдетеді, ритмге келеді, яғни сіз тыныштық күйде, стресске берілмей тыныштық күйде. Осы қарапайым жаттығуларға, былайша айтқан кезде қарапайым жаттығуларды күнделікті өзіңіздің тұрмыстық жағдайға енгізсеңіз, кез келген уақытта жасай білсеңіз, бұл ешқандай да сізден снаряжение, жаттығу техникаларын қажет етпейді. Қарапайым отырып қана өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы осы әдісті пайдаланып, давлениені түсіруде осы екі техниканы жаттығуды пайдаланып көрсеңіз болады. Қайтадан тағы да бір ескертіп кететін жайт, бұл мен көрсетіп жатқан жаттығулар тек адамның өзінің оздоровительный дейді ғой, сауықтыру мақсатында ұсынылады. Каналдағы барлық ақпараттардың барлығы ақпараттық танымдық мақсатта беріледі. Ол жерден сіз өзіңізге керекті затын алып, керек емесін жасамай қойсаңыз да болады. Біздің мақсат айту, жеткізу, сіздерге пайдалы ақпараттарды ұсыну. Бірақ алдында да айтып кеткен мен видеода, есту бөлек, оны орындау басқа бөлек. Орындай алу көп адамның қолынан келе бермейді. Біз адам баласы өзі солай қалыптасқанбыз. Естейміз, бірақ орындаушылық қасиетке келген кезде мыңның не болмаса 100-ден бір адам орындап жатар. Енді бұл жерде әр адам өзінің денсаулығына қажетті пайдалы ақпараттарды алғаннан кейін, денсаулықты сақтау әр адамның өзінің қолында. Осы ұсынылған ақпараттарды пайдаланып, қажеттіліктеріңізге жарата біліңіздер, денсаулықтарыңызды күтіңіздер, ауырмай тұрып, ауырмаудың жолын іздеуге әр қашан да атсалысыңыздар. Егер де денсаулықтарыңызға қандай кінәрат болса, оны тез арада медициналық қызметкерлерге, дәрігерлерге көрініп,
емдеп алғаннан кейін ғана барып сіз себеп салдарымен күресуге жол ашасыз, ізденесіз, денсаулыққа жауапкершілікпен қарауды үйреніңіздер. Бұл біреудің мүшелері, органдары емес, бұл әр адамның өзінің ең басты байлығы. Денсаулықты сатып ала алмайтынымызды бәріміз білеміз. Сол үшін де ақпарат сіздерге ұнап жатса, қандай да бір пайдалы ақпарат алып жатсаңыздар, осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, таратып жүрсеңіздер болады. Сіздерге дейін қойып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет, алғысымды айтамын.